Планка. Это моя заколка. Проверка голоса, проверка голоса. Барлығына сәлем, менің есімім Ақерке. Танысқаныма қуаныштымын. Барлығына сәлем, менің есімім Ақерке. Танысқаныма қуаныштымын. Барлығына сәлем, менің есімім Ақерке. Танысқаныма қуаныштымын. Я вообще не знаю, что делать. Просто сейчас 2 часа ночи. Все спят. И в какой громкости я должна разговаривать, я тоже не знаю. Сәлеметсіңдер ме? Ыстықша ішіп отырмын да, ыстықта отырмын. Терезе ашып сөйлемді, қазір маған жел соғады, сосын тағы қайтадан ауырамын. Ауырттым. Бұл негізінде ұзақ видео болу керек болатын. Но мен әлі не разобралась, не туралы айтам, не туралы, как сказать, контент болады, видео болады. Ампатик десе болады. Бұны ашқан мен алдында. Видео түсірдім ба, түсірген жоқ па, есімде емес. И вот, короче, 1% қалды телефонның. Просто жаманы, телефонның зарядкасы тағатын жерде осымен нафис тұрады, короче. Сондықтан мен жай ғана решила быстро познакомиться, но оның өзіне де уақыт кетіп жатыр. Уже телефоным өшетіндей болды. Сонымен пока всем. Сау болыңдар. Yes. Мен дауысым әртүрлі болып өзгереді. Себебі мен, во-первых, қазір ауырып тұрмын, екіншіден мен адамдармен көп сөйлеспейтіндіктен мен сөзімнің тональності әртүрлі болады. Просто көп сөйлеспегендіктен маған тыныш жүріп үйреніп қалғам ғой. Дауысымды ақырын шығарып, солай шығып кетеді. Сондықтан осы видеоны түсіре бастаған мақсатым бірінші ол көбірек сөйлеп, дауысымды нақты шығара бастау. Әрбір сөзді, әрбір әріпті дұрыстап нақты айту. Сондықтан бірінші себеп осы деп ойлаймын. Пока. Ладно, давай, все пока.